Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Соңғы уақыттары TikTokта тренд болып жүрген тағамды өзімнің нұсқаммен сіздерге ұсынуды жөн көрдім. Дайындалуы өте оңай әрі өте дәмді болғандықтан күнделікті қарапайым заттармен әртүрлі нұсқасын сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Келесі жолы осы видеоның екінші бөлімі шығады. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Лавашты ортасына жеткізбей бір жағынан кесемін, қайшымен немесе пышақпен. Бетіне жұқалап кесілген колбаса және салат жапырақтары, қызанақ пен қияр және де міндетті түрде сырдың болуы шарт. Қалауыңыз бойынша кетчуп немесе майонез жақсаңыз болады. Бір жағынан бастап үсті-үстіне абайлап бүктеймін. Сыртын қызартып, құрғатып алу үшін тостерға жіберемін. Егер тостер болмаса, кәдімгі құрғақ сковородкаға кішкене сары май жағы жіберіп, екі жағынан құрғатып алуға болады. Осымен бірінші нұсқа дайын. Ыстықтай, сырты қытырлақ, ішінде еріген сырымен өте дәмді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Ал екінші нұсқа үшін лавашты дәл солай дайындаймын. Үстінен піскен тауық етін орналастырамын. Салат жапырақтары, консервіленген саңырауқұлақтар және жүгері. Бетінен майонез жағамын. Бір жағынан бастап абайлап үсті-үстіне бүктеймін. Екі жағынан қызарту үшін тостерға жіберемін. Барлығының ішіне жолдасыма ең қатты ұнағаны дәл осы нұсқа. Келесі кезекте мен таңғы асқа сүйіп жейтін ингредиенттерден тұрады. Ол авокадо, піскен жұмыртқа, бір жағына творожный сырды молынан жағамын, қияр және бетінен кішкене тұздап, қаласаңыз қара бұрышты себуге болады. Абайлап бүктеп, тостерға жіберемін. 2 hours later. Меніңше бұл таңғы ас үшін таптырмас тағам, дайындалуы өте жылдам және де өте тойымды. Алдарыңызда менің фаворит нұсқам. Алдарыңызда ең соңғы нұсқа. Бұны бүгінгі съемкадан қалған тағамдармен толтырдым. Піскен жұмыртқа, қызанақ, кішкене петрушка және де сыр. Бір жағынан бастап абайлап бүктеп, қызып тұрған тостерға жіберемін. Соңғы уақыттары отбасымызда өте жиі дайындалып жүрген тағамдардың бірі. Ішіндегі ингредиенттерін өзіңіздің талғамыңыз бойынша немесе тоңазытқышыңызда бар ингредиенттермен алмастыруға болады. Видеоны аса лайк басыңыз және комментарий бөлімінде осы 4 нұсқаның қайсысы ұнағанын жазып қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.